Саламатсыздарбы, құрметті оқушылар. Жая Мұса атындағы Ақсу жоғары көп салалы колледжінің оқытушысы Калиева Айгүл Амангелдіқызы. Сабағымыздың тақырыбы Тұманбай Молдағалиев. Сабағымыздың мақсаты ақынның өмірі мен шығармашылығымен танысып, өлеңдердің тақырыбын ашып, негізгі идеясын анықтау. Тұманбай Молдағалиев сыршыл реализмді, лиризмді дамытқан ақын, Қазақстанның халық жазушысы. 1935 жылы 20 наурызда Алматы облысы Еңбекші Қазақ ауданы Жарсу совхозында дүниеге келген. Тұманбай Молдағалиев әскери атағы аға лейтенант, діни көзқарасы мұсылман, саяси қайраткер ретінде идеал Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев. Қазақстанның болашағы туралы айтқан болжамы: Қазақстан қуатты мемлекет болады, халықтың жақсы тұрмыс халі өрлейді деп айтқан. Хоббиі футболды жақсы көрген, сүйіп оқитын әдебиеттер жанры поэзия. Тұманбай Молдағалиев аудармашы, ақын, публицист, Қазақстанның халық жазушысы, қоғам қайраткері, Қазақстан еңбек сіңірген қызметкері, балалар әдебиетінің жазушысы. Өзінің мақаласында "Олар мені Тұмаш деуші еді" деген мақаласында әкесі мен анасы мен әпкесі жайлы сөз еткен болатын. Бұл жаңағы Тұманбай Молдағалиевтің жазған мақаласы. Тұманбай Молдағалиев Күлтай апамен бірге өмір сүрген, Күлтай апамен 4 бала тәрбиелеген. Күлтай апа үй шаруасымен айналысқан. Ұлы Дәурен 1966 жылы туған. Қыздары Зәуреш, Жазира, Жанна. Тұманбай Молдағалиевтің өлең поэмалары 40-тан астам жинақ болып басылып шықты. 1954 жылы Молдағалиевтің тұңғыш өлеңі Украина қызына жарияланды. Алғашқы өлеңдер жинағы студент дәптері 1957 жылы жарық көрді. Тұманбай Молдағалиев нәзік, сырлы, ойлы да отты жырлармен танылды. Оның бұл кісінің өлеңдері 1960 жылы Камила, 1961 жылы Көктем таңы, Алатау қызы, Фируза туралы жыр, Зулайды күндер, Жүрегім сенің сапарда және тағы басқа жинақтар шықты. Яғни Тұманбай Молдағалиев бізде лирик ақын. Өлеңдеріне арналған жаңағы әндер де жазылған бұл кісінің. Тұманбай Молдағалиевтің өмірлік жаңағы шығармашылық еңбегінің жолына келетін болсақ, 1956 жылы Қазақ мемлекеттік университетінің филология факультетін бітірді. Өзінің шығармашылық еңбек жолын Лениншіл жас газеті мен Пионер журналында бастайды. 1959-1970 жылдар аралығында Пионер журналында қызмет атқарады. 70-73 жылдар аралығында Балдырған журналының жауапты хатшысы болып жұмыс істейді. 73 жылдан бастап жазушы баспасы жанындағы балалар және жастар әдебиетінің бас редакциясы мен Жалын журналының бас редакторы болып қызмет атқарады. Бұл Балдырған журналында, бұл басылымдарда Тұманбай Молдағалиевтің өлеңдер жинақтары, өлеңдері жарыққа шығып отырған. Тұманбай Молдағалиев орыс тіліне «Я сын Семиречья», «Первая встреча», «Новая тетрадь» атты өлеңдер жинағы шықты. Ол Байрон, Лермонтов, Шевченко, Ғұлам, Ғамзатов, тағы басқа ақындардың шығармаларын қазақ тіліне аударды. Ақынның 1990 жылы 13 томдық шығармалар жинағы, 2004 жылы 14 томдық шығармалар жинағы жарық көрді. 1992 жылы Физули атындағы халықаралық түркі дүниесі ақындағы сыйлығы тапсырылды. Тұманбай Молдағалиев көптеген ән мәтіндерін жазды. Бұл кісінің өлеңдеріне әндер жазылған. Музыкасы Нұрғиса Тілендиевтің музыкасына жазылған «Құстар қайтып барады» әні. «Бақыт құшағында», «Әнім сен едің», «Ертіс вальсі», «Шақырады көктем» атты өлеңдеріне әндер жазылған. Мынау жаңағы Тұманбай Молдағалиевтің «Құстар қайтып барады» атты өлеңнің әнін тыңдап көріңіздер.
жатыр бара жатыр құс қайтып. Самарайды менің бала кезімде, бір жол етіп өте жатқан сезім. Bir жол етіп өте жатқан сезімде. Біздің жаққа бауыр басып кеткенде, тамаша мен келіп еді көктемде. Өскен жерге сыймай кетіп барады, өскен жерін қимай кетіп барады. Сонымен сіздер оқушылар тыңдадыңыздар. Жаңағы Тұманбай Молдағалиевтің «Құстар қайтып барады» өлеңіне жазылған музыка, ән. Тұманбай Молдағалиев туралы жазылған пікірлерге келетін болсақ, Наушар Руан Томарбек қызы Дөненбек біздің жастық шағымыз жоғарыда аталған әдемі әндермен тұтас өтті. Жүрекке жылы тиіп, көңілден шығатын сол әуендерінің өміршеңдігі Тұманбай ағаның қаламынан туған өлең мәтіндерінің терең сыршылдығына, ақылы мен сезімінің тамаша үндесуіне болса керек. Тұманбай аға нағыз ақын. Ол өлең жолдарын жүрегі мен жанын толқыта отырып, терең сезімі мен түйсік түпкірінен тудыратын шынайы лирик ақын. Осы қалпыңызда ұзақ жасаңыз. Қазіргі кезде қазақ поэзиясын, парасатын, сезімін, сізде ірі тұлғасы көп емес, құрметпен қарындасыңыз Наушар Руан. Енді келесі біздің тапсырмамыз Тұманбай Молдағалиев пен Қадыр Мырзалиев екі балалар әдебиетінің ақындары, лирик ақынның өмір жолдарына тоқталып, екі ақынның ерекшеліктеріне тоқталып, ортасына ұқсастықтарын, яғни лирикалық шығармалардың тақырыптарына тоқталып жазып шығыңыздар. Тұманбай Молдағалиев ақын ретінде, баспасөз редакторы ретінде, жалпы балалар әдебиетінің ақыны ретінде қандай тапсырмалар, қандай өлеңдер жазды? Сонымен қатар Қадыр Мырзалиев. Яғни бұл екі ақынның өзара ұқсастықтары, өзара бірге туындаған пікірлері көп. Сондықтан, құрметті оқушылар, сіздер Вен диаграммасын жасай отырып, екі ақынның ерекшелігіне тоқталып, ортақ лирикалық шығармаларының ұқсастықтарын тауып шығыңыздар. Сонымен, Тұманбай Молдағалиев Балдырған журналында өзінің жаңағы өлеңдер шумақтарын, өлеңдерін жариялап отырған. Бұл жаңағы Балдырған журналының үзінді. Үйге тапсырма алатын болсақ, Тұманбай Молдағалиев туралы ойларды жазып келу. Яғни, Тұманбай Молдағалиев туралы көптеген ойлар, пікірлер бар. Сол пікірлерді дәптерлеріңізге жазып алыңыздар. Құстар қайтып барады жаңағы сіздер тыңдаған әнге өздеріңізге қандай ой келді, қандай көз алдарыңызға бейне келді, соның суретін салып, дәптерлеріңізге маған жібересіздер. Сабақты бүгін тыңдағандарыңызға көптен рахмет. Осымен сабағымыз сіздермен тамамдайды. Сау болыңыздар.